Сәлем достар. Бұл арнада мен әр түрлі өзім жазған әңгімелерді оқимын. Мұнда әр әңгіме өмірден алынбаған. Тіркеліңіз және менімен бірге тыңдаңыз. Отбасылы еркекпен жақын болған қыз. Айару бұл кездесудің өмірін осылай өзгертетінін сол сәтте сезбеген еді. Ол үшін бұл күн басқа күндерден еш айырмасы жоқ, жұмыс пен ойдың арасында өткен қарапайым кеш болатын. Қала ортасындағы шағын кофеханада ноутбугын ашып, кезекті жобасын аяқтауға тырысып отырған. Сол кезде ол кірді. Байыпты, сабырлы. Даусы төмен, бірақ нық. Киімінен, жүріс-тұрысынан өмірдің талай салмағын көтеріп жүргені байқалатын. Айару оны бірден байқады, бірақ мән бермеуге тырысты. Өзіне жай ғана адам деп ішінен ескерту жасады. Ол кофе алып, Айаруға жақын үстелге отырды. Бір сәт көздері түйісіп қалды. Қарапайым ғана, бірақ ұзаққа созылғандай әсер қалдырған көзқарас. Кешіріңіз, розетка осы жақта ма? Деді ол. Айару басын изеді. Сол сәттен бастап әңгіме басталды. Алдымен жұмыс, сосын қала, кейін өмір туралы. Айару өзін еркін сезінді. Бұрын соңды бейтаныс адамға бұлай ашылмаған еді. Ол өзінің отбасылы екенін бірден айтпады. Айару да сұрамады. Кейбір шындықтар уақытын күтетіндей. Кофехана жабылар кезде ғана ол орнынан тұрды. Танысқаныма қуаныштымын, деді ол. Айару сол түні үйіне қайтып бара жатып, бір ғана оймен келді. Бұл кездесу жай ғана кездейсоқ емес сияқты. Ал ол болса, бұл жолға түскенін әлдеқашан сезіп қойған еді. Айару ол күнді ұмыта алмады. Бір апта өтті. Бірақ сол бір кештегі көзқарас, дауыстың тембірі, айтылмай қалған сөздер санасынан кетпей қойды. Ол өзін тоқтатуға тырысты. Артық ойлама, кездейсоқ таныстық деп өзін жұбатты. Бірақ жүрек ақылға бағынбады. Қайта кездесуде жоспарланбаған еді. Ол сол кофеханаға қайта кірді. Әдеттегідей емес, саналы түрде. Өзінен ұялып, бірақ соған қарамастан кірді. Ішінен, мүмкін келмегенде шығар деп ойлады. Ал ол отыр екен. Сол баяғы орнында. Қолында кітап. Айаруды көрген сәтте бірден басын көтерді. Таңғалу емес, күткен адамын көргендей тыныш қуаныш байқалды. Сіз, деді ол, сәл жымиып. Тағы да кездестік. Иә, деді Айару, дауысы өзіне бөтен естілді. Олар бір-біріне қарама-қарсы отырды. Алғашқы минуттарда артық сөз айтылмады. Бірақ үнсіздік ыңғайсыз емес, керісінше жылы еді. Сөзсіз түсінісу бардай. Сол күннен бері ойымнан шықпадыңыз, деді ол кенет. Ашық емес, бірақ шынайы. Айару көзін тайдырды. Жүрегі шым ете қалды. Ол мұндайды күтпеген. Бірақ қарсы тұра алмады да. Мен де, деді ол жай ғана. Сол сәтте ол терең дем алып сөзін жалғастырды. Мен бірден айтуым керек нәрсе бар. Айару жүрегінің дүрсілін сезді. Мен үйленгенмін. Бұл сөз ауаны қақ жарғандай болды. Айару үндемеді. Ішінде бірдеңе үзіліп түскендей. Бірақ орнынан тұрып кетпеді. Мен кетуім керек еді, деді ол әрі қарай. Бірақ кеткім келмеді. Айару сол сәтте өзіне ең қауіпті сұрақты қойды. Ал мен ше? Мен кеткім келе ме? Жауап қорқынышты еді. Өйткені ол кеткісі келмейтінін білді. Айару сол кештен кейін ұзақ уақыт өзіне келе алмады. Қала шуылы, адамдардың дауысы, тіпті үйінің тыныштығы да оның ішіндегі дауысты баса алмады. Ол үнсіз отырса да ішінде айқай бар еді. Ол үйленген. Бұл ой қайта-қайта санасына соғылды. Айқын, қашып құтыла алмайтын шындық. Айару айнаға қарады. Өз көзінен бұрынғы бейқамдықты көрмеді. Оның орнына күмән, қорқыныш және өзі күтпеген бір үміттің ұшқыны тұрды. Ол осыған ашуланды. Өзіне. Мен ондай қыз емеспін, деді ол сыбырлап. Бірақ жүрек басқа әңгіме айтатын. Ол ер адамның даусын, оның сөйлегенде бір сәтке тоқтап ойланғанын, көзіндегі шаршаумен аралас тереңдікті есіне алды. Ол адамға тек құмарлық емес, бір түсінік, бір тыныштық тартты. Неге дәл ол? Неге дәл қазір? Айару өзін ақтауға тырысты. Мен ештеңе істеген жоқпын. Мен ешкімнің отбасын бұзған жоқпын. Бірақ ойдың соңында әрдайым бір сұрақ тұратын. Ал егер жалғаса берсе ше? Түн ортасында ол телефонын қолына алды.
Хабарламалар тізімінде оның аты жоқ еді. Бірақ Айару соны күткендей қайта-қайта экранды ашты. Бұл әрекетінен өзі шошыды. Тоқта деді өзіне. Дәл қазір тоқта. Бірақ дәл сол сәтте жүрек бірінші рет мойындады. Мен оны ойлаймын. Мен оны қалайды екем кездесуін емес, түсінуін. Бұл сезім дұрыс емес екенін Айару жақсы білді. Сол себепті ол ауыр еді. Егер сезім жеңіл болса, ар-ождан қарсы шықпас еді. Айару сол түні бір шешімге келе алмады. Бірақ бір нәрсені анық түсінді. Бұл жай ғана қызығушылық емес. Ал жай емес нәрселер әрқашан із қалдырады. Айару бұл шешімнің өзінен қашып құтыла алмайтынын білді. Ол бірнеше күн бойы өзін әуре сарсаңға салды. Жұмысқа ерте кетіп кеш қайтты, таныс емес көшелермен жүрді, тіпті сол кофехананың маңынан айналып өтетін болды. Бірақ ойда айналып өту мүмкін емес екен. Бір кеште телефоны дір етті. Қалайсың? Бір сәт сөйлесек бола ма? Хабарлама қысқа еді. Артық сөз жоқ. Дәл өзі сияқты, нақты, салмақты. Айару экранға ұзақ қарады. Өшіріп тастауға да, жауап беруге де асықпады. Бұл жолы ол өзін алдамады. Мен білемін не істеп жатқанымды деді ішінен. Мен ештеңені шатастырып отырған жоқпын. Ол жауап жазды. Иә, кездесейік. Жіберген соң қолы сәл дірілдеді. Бірақ бұл қорқыныштан емес, жауапкершіліктен еді. Ол енді кездейсоқ деп айта алмайтын. Бұл таңдау болатын. Кездесу орны бейтарап еді. Қарапайым серуен. Кешкі қала. Айару әдейі жеңіл киінбеді, әдемі көрінуге тырыспады. Ол бұл кездесуге сезіммен емес, санамен келгісі келді. Ол келгенде ер адам орнында тұр екен. Айаруды көргенде жүзінде жеңіл ғана жымиыс пайда болды. Қуаныш емес, жеңілдік секілді. Келгеніңе рахмет деді ол. Мен өзім үшін келдім деді Айару, даусы анық шықты. Олар үнсіз жүрді. Бірнеше қадамнан кейін Айару тоқтады. Мен бәрін біле тұра келдім деді ол. Бұл әлсіздік емес. Бұл менің шешімім. Бірақ бір нәрсені анық білгім келеді. Мен бос үмітке келмедім. Ер адам бір сәт ойланып қалды. Сосын, мен де ойнау үшін шақырған жоқпын деді жай ғана. Бірақ менің шындығым ауыр. Айару басын изеді. Ол мұны күткен. Ол енді қашпады. Сол сәтте Айару бір нәрсені анық түсінді. Бұл жол жеңіл емес. Бірақ бұл жолға ол көзін жұмып емес, көзі ашық күйде түсті. Және кейде ең қауіпті нәрсе сезім емес. Сол сезімге саналы түрде рұқсат беру еді. Келесі күндері Айару өз сезімдерін өңдеуге тырысты. Бірақ сырт көзді ойламау мүмкін емес еді. Достарының, әріптестерінің, тіпті үйінің адамдарының көзқарасы басында қаптап тұрғандай. Егер олар білсе ше, деп ойлады Айару. Мен не деп түсіндіремін? Мені айыптай ма? Жоқ па? Күнделікті әңгімелерде, жұмыс үстінде, адамдардың күлімсіреген жүздерінде ол жасырын сынның белгісін іздейтін болды. Әр қалайсың сұрағы жүрегін шым ете қалдыратын, өйткені ол жауап беруге асықпайтын, баяу ойланғандай көрінетін еді. Бірде досы хабарласты. Айару, сен кеше көршіңмен сөйлестің бе? Айару қысқаша жауап берді, бірақ ішкі дауысы айқайлады. Егер бәрі білсе, мен не болам? Ол қоғам алдында әрдайым қалай әрекет ету керек деген ережеге бағынған. Енді сол ережелердің бәрі оған қарсы тұрғандай сезілді. Сөзсіз айыптау мен түсініспеушілік, ол ең қорқынышты еді. Мен жалғыз қалам ба? деп ойлады ол. Жалғыздық бұрынғыдан да қатты қорқыныш. Өйткені жүрегіндегі сезім оны өзінен алыстатады, ал қоғам алдындағы үмітсіздік оны әңгімеден тыс қалдырады. Айару бір түні ойланып отырды. Айна алдында өз бейнесін көріп, өзіне сұрақ қойды. Мен кіммін? Қандай адаммын? Көзінде қорқыныш, алайда бір шоғыр батылдық пайда болды. Оның өзіне деген адалдығы маңызды еді. Қоғам не ойлайтыны маңызды емес. Бірақ бұл сезімге рұқсат беру оның жүрегін ауыртатындықтан шешім жасау оңай емес еді. Сол кезде Айару түсінді, ең қауіптісі сезім емес, қоғамның көзіне жасырын өмір сүру. Ал ең батыл қадам өз таңдауыңа адал болу. Сол кеште олар қала бойымен жай серуендеді.
Көше шамдары жарқырап, шағын дүкендердің терезесінен жұмсақ жарық төгіліп тұрды. Ауаның салқын иісі жүректі сергітсе де, Айару ішіндегі ыстық толқынысты баса алмады. «Мына жерде тоқтайық па?» деді ер адам кенет, бір паркте. Айару басын изеді. Екеуі қоршаған дүниеден бөлек сияқты, тек өздері ғана бар әлемде. Сол сәтте үнсіздік оралды. Бірақ бұл тыныштық емес еді, ол құмарлық пен тартыстың үнсіз күресі болатын. «Айару», деді ол кенет, дауысы әдеттегіден нәзік әрі сыбырлағандай. «Мен білемін, бәрі дұрыс емес. Бірақ мен тоқтай алмай отырмын». Айару жүрегінің дүрсіліне мән бермей, терең дем алды. Ол өзінің сезімін бақылауға тырысты, бірақ бір қадам жақындай бергенде, ер адамның қолы сәл ғана ұсталды. «Біз мұны тоқтатуымыз керек пе?» деп сыбырлады Айару көзін төмен салып. «Мүмкін», деді ол бір сәт үнсіз отырып. «Бірақ менің жүрегім мен оны тыңдай алмаймын». Айару оған қарады. Қауіп сезілді. Бұл тек физикалық жақындасу емес, этикалық шекараның бұзылуы, ішкі шиеленіс пен сыртқы шектеулердің соқтығысы еді. Олар бір-бірін сезді. Қолдары бір сәт ұстасқандай болды, содан кейін Айару саналы түрде шегінді. Жүрегін жаншып тұрған сезімдеріне қарамастан, ол қауіптің шекарасын таңдады. «Жоқ, біз мұны жасай алмаймыз», деді ол. «Мен өзіме адал болуым керек». Ер адам түсінді. Бір сәтке ғана көзқарастары қиысып тұрды. Содан кейін ол баяу басын изеді. Тыныштық орнына келді, бірақ әлі де ауасы ауыр еді, сенім мен сезімнің ауыр шекарасы сақталған күйде. Айару жүрегін бақылады. Қорқыныш пен құмарлық қатар жүрсе де, ол саналы түрде өз шешімін таңдағанын білді. Бұл қысқа сәт олардың арасындағы қауіпті, бірақ қажетті сабақ болды. Келесі аптада Айару олардың арасындағы қатынастың салмақтылығын сезе бастады. Ер адамға қарағанда ол әлі бейтарап, бірақ әр кездесуде жүрегі бір сәтке тоқтап қалады. Ал оның ішкі дүниесі өзгермей тұрған жоқ еді. Ер адамның отбасында өздігінен шешілмейтін мәселелер барын сезді. Бір кеште, хабарлама арқылы сөйлескенде ол кенет: «Мен үйде тыныштықты таба алмай жүрмін», деді ол сыбырлап. Балалар да, әйелі де бәрі менің жоқтығымды байқап қалды. Мен күнде өзімді бір қателік жасап жүргендей сеземін. Айару сол сөздерді оқыған сәтте жүрегінде ауыр сезім пайда болды. Ол ер адамға тек құмарлық емес, біреуді түсіну мен қолдау керек екенін түсінді. Бірақ бір мезетте қауіп те сезілді. Бұл проблемалар оның шешімін Айаруға бағыттауы мүмкін еді. «Бұл сенің мәселең», деп жазды Айару сөзін сақтап. «Мен тек тыңдай аламын, бірақ шешім саған тиесілі». Ол жазған соң бірнеше минут үнсіздік орнады. Сосын ол хабарлама келді. «Сенің бұл қолдауың күтпеген еді. Мен өзімді жеңіл сезіндім. Бірақ мен әлі де шатасқан күйдемін». Айару түсінді, ер адамның отбасындағы күйзеліс тек сыртқы оқиға емес, оның мінез құлқы мен Айаруға деген сезіміне де әсер етеді. Бір жағынан бұл оларды жақындатады, екінші жағынан қауіптетеді. Өйткені оның таңдауы Айаруға тәуелді болып көрінеді. Айару бір терең дем алды. Оның жүрегі мен ақылы арасында күрес жүрді. «Мен оған көмектескім келеді, бірақ мен өзімді жоғалтқым келмей. Мен сезімге беріле аламын ба, әлде тек бақылаушы болам ба?» Осы ойлармен ол түн ортасына дейін ойланды. Қарым-қатынас қауіптілігінен гөрі, ер адамның өз әлеміндегі проблемалары олардың болашағын анықтайтынын түсінді. Сол түннен бастап Айару бір нәрсені нақты білді. Оның отбасылық проблемаларына араласу мен үшін сынақ болады. Және бұл сынақта саналы түрде шекара сақтау маңызды. Келесі аптада Айару өз жүрегінің дауысын тыңдауға бел буды. Ол бірнеше күн бойы ойланды, ер адамның отбасындағы проблемалар мен оның сезімін түсіну, өзінің ішкі толқынысы мен құмарлығы бәрі қатар жүр. Бір кеште Айару өзіне айқын айтты: «Мен оны жақсы көремін, тек қызығушылық емес, терең сезім». Бұл мойындау жеңілдік әкелгендей болды. Бір қызығы, ол енді өзіне жаман сезінбеді. Сезім бар, бірақ ол саналы түрде таңдалған. Бұл жүректі жеңілдеткенімен жауапкершілік сезімін де арттырды. Келесі күні олар кездескенде Айару оны қарады. Жүрек дүрсілдеді, бірақ бұл дүрсіл қорқыныш емес, түсіну мен бағалау сезімі еді. «Мен өзімді анық сездім», деді Айару, «сенің сезімің мен үшін маңызды. Мен оларды бағалаймын. Бірақ біз екеуміз де шекараларды сақтауға тиіспіз».
Ер адам біраз сәт үнсіз отырды, содан кейін баяу басын изеді. Мен де саған адал болғым келеді. Сезімім шынайы. Бірақ мен ешкімді жараламағым келмей. Айару оның сөзінен оның ішкі күресін, сезімінің тереңдігін түсінді. Ол тек құмарлыққа емес, адамның ішкі шынайылығына тартымдылық сезгенін мойындады. Сол кездесуде Айару өз сезімін толық мойындады, бірақ саналы түрде қарым-қатынасқа шекара қойды. Оның жүрегі мен ақылы қатар жүрді. Бұл олардың арасындағы қарым-қатынастың алғашқы нағыз терең эмоциялық бетпе-беті еді. Айару ішінен түсінді, сезімді мойындау тек бастамасы ғана, ал оны бағалап, құрметтеу шын мәнінде нағыз жауапкершілік пен батылдық. Келесі аптада Айару мен ер адам арасындағы қарым-қатынас біртіндеп тереңдеді. Бірақ әр кездесуде олардың жүрегіне бірдей емес ауыртпалық түсетін болды. Қоғамның көзі, сыртқы пікірлер, айыптау қорқынышы бәрі қатар жүрді. Айару өз сезіміне адал болғысы келді, бірақ достарынан келген кеңестер, көршілердің сәл ғана сыбыстары, әлеуметтік желідегі әдейі немесе кездейсоқ көзқарастар бәрі психологиялық қысым тудырды. Біз мұны жалғастыра бермеуіміз керек деді Айару бір кеште, тынысы ауыр. Жоқ, сезім бар, бірақ бәрі қиын. Қоғам бізді түсінбейді. Ер адам басын изеді. Көзінде шаршау мен өкініш бірден көрінді. Мен де білемін. Бірақ мені тоқтата алмайды жүрегім. Сен мені түсінесің, бірақ сырт көз бізді сынайды. Айару ішінен дауыс көтерді. Мен де сезімге берілгім келеді, бірақ мені ешкім қателеспейтіндей өмір сүргім келеді. Сол түні Айару үйінде отырып, өз сезімдері мен қоғам алдындағы қауіптерді салыстырды. Оның ішкі дауысы бірнеше рет айқайлады. Сезіміңді ұстан, бірақ өзің құрметте. Сезімге беріл, бірақ басқалардың сынына жол берме. Бұл қақтығыс Айарудың шекарасын анықтады. Ол жүрегін ер адамға ашты, бірақ қарым-қатынастың қауіпті тұстарын саналы түрде шектеді. Қорқыныш пен құмарлық қатар жүрсе де, ол өз шешіміне жауап беретінін білді. Сол түннен кейін Айару түсінді, сезім мен жауапкершілік бір-біріне қарама-қарсы емес, бірге жүретін құрал. Бірақ олар қатар жүргенде әр қадам саяси, әлеуметтік және моральдық тұрғыдан мұқият ойлануды талап етеді. Бұл сәт олардың арасындағы қарым-қатынастың ең қауіпті кезеңі болды. Жеке сезімдер ашық, бірақ сыртқы әлемнен жасырын. Келесі кездесу түні қала тыныш, көше шамдары жарқырап тұрды. Айару мен ер адам бір-бірімен сөйлесіп, бірақ сөздің әрбір тынысы жүректерінің дүрсілімен үйлескендей болды. Қауіп сезімі мен құмарлық қатар жүрді. Ер адам кенет жақындады. Оның қолы Айаруға сәл ғана тимек болды, бірақ Айару өздігінен шегінді. Оның бұл әрекеті тек физикалық емес, эмоционалды шекараның белгісі еді. Біз мұны жасаудан бұрын ойлануымыз керек деді Айару, тынысы біршама дірілдеп. Мен сені жақсы көремін, бірақ біз бір қадам асықтық жасамасақ жақсы болар еді. Ер адам біраз үнсіз отырды. Сосын басын изеді. Мен сені түсінемін. Бұл шекара. Бірақ мен үшін ең ауырсы сенің қолыңнан ұстай алмай тұру. Айару жүрегінің түбінен сезді. Бұл шекара олардың қарым-қатынасының ең нәзік тұсы. Қауіп те бар, құмарлық та бар. Бірақ шекараны сақтау сенім мен құрметтің белгісі. Сол сәтте Айару ішінен түсінді. Физикалық жақындасуға берілмеу сезімді өлтіру емес, керісінше оны құрметтеу, бағалау, жауапкершілікпен таңдау. Оның жүрегі дүрсілдегенімен ақылы жеңді. Ер адам да өз тарапынан келісімін көрсетті. Ол тек жанында болуды қаласа да, Айарудың шешімін сыйлады. Сол қарапайым, бірақ шиеленісті сәт олардың арасындағы қарым-қатынасты тұрақты әрі қауіпсіз шекараға қойды. Айару түсінді, шынайы сезім тек физикалық жақындық емес. Ол сенім, шекара, жауапкершілік пен өзара құрметтің үйлесімі. Келесі аптада Айару өз сезімдерін қайта қарап, ішкі дауысын тыңдауға бел буды. Бұрын ол жүрегі мен ақылын шатастырып, қорқыныш пен құмарлық арасында тербеліп жүрді. Бірақ енді бір нәрсе анық болды. Оның сезімі шынайы, әрі оған адал. Ол ер адаммен кездескенде, енді жүрегі дүрсілдегенімен бұрынғыдай шатасқан жоқ. Айару өзін толық бақылап отырды. Сезімін мойындау мен шекарасын сақтау қатар жүретінін түсінді. Мен сені шын сүйемін деді Айару бір сәт үнсіздік соңында. Бірақ мен өзімді құрметтеймін. Біз бірге болсақ та, шекарамыз сақталуы керек. Ер адамның көзінде таңданыс пен қуаныш араласқандай болды. Мен сені толық түсінемін деді ол.
Ал мен де саған адал боламын. Айару ішінен жеңілдік сезді. Бұл сенімділік тек сезімге берілуден емес, сезімді басқару қабілетінен туған еді. Ол енді қорқынышқа берілмей, сезімін ашық қабылдайтын болды. Сол күні Айару түсінді, шынайы сүйіспеншілік бұл құрмет пен сенімділікпен бірге жүретін сезім. Өз сезіміне сену ер адамға ғана емес, өзіне де адал болу еді. Ол жүрегі мен ақылы үйлескен кезде ғана толық тыныштық табуға болатынын білді. Және бұл сенімділік олардың қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтерді. Енді ол қорқынышсыз, шынайы байланысқа дайын болды. Күндер өтті. Айару мен ер адамның арасындағы қарым-қатынас ішкі сенімділік пен өзара түсінушілікке негізделсе де, сыртқы әлем тыныш қалмады. Ер адамның отбасында кернеу артты. Әйелі ер адамның көңіл күйін байқай бастады, ал үйдегі кішкентай даулар олардың арасына сезілмейтіндей, бірақ нақты кедергі жасап жатты. Мен бәрін тоқтата алмаймын деді ол бір кеште Айаруға телефон арқылы. Үйде бәрі шатасқан, мен өзімді кінәлі сеземін. Айару ішінен ауыр тыныс алды. Ол түсінді, олардың қарым-қатынасы тек жеке шешім емес, сыртқы қысымға да қарсы тұру екенін білдіреді. Бұл тек сезім ғана емес, жауапкершілік пен моральдық таңдау еді. Әлеуметтік қауіптілік те қосылды. Достарының бір сыбысы, көршілердің сұрақтары, тіпті әлеуметтік желідегі кездейсоқ пікірлер бәрі олардың арасындағы қарым-қатынасты сынайтын болды. Айару өзін қорқақ сезбеуге тырысты, бірақ бұл ақыл мен сезімнің тартысын күшейтті. Біз мұны сақтап қалуымыз керек деді Айару, дауысы тыныш, бірақ нақты. Бірақ біз сыртқы қысымды жеңуге дайын болуымыз керек. Ер адам басын изеді. Оның көзінде шаршау мен өкініш бар, бірақ Айарудың сөздері оны тыныштандырғандай болды. Сол түні Айару түсінді, шынайы қарым-қатынас бұл тек екі адамның сезімі емес, сыртқы қысымға қарсы тұра білу қабілеті, және бұл қабілет тек шынайы сенімділік пен батылдық арқылы қалыптасады. Айару өз сезімін толық бағалады, бірақ енді ол түсінді, сезім мен шекара бір-біріне қарама-қайшы емес, сыртқы қауіптілік пен моральдық жауапкершілікке қарсы тұру үшін қажет. Күнделікті кездесулер біртіндеп эмоционалды ауыртпалыққа айнала бастады. Айару мен ер адам бір-біріне тартысты сезімдерге берілгенімен, әр кездесуде ішкі шекара мен моральдық міндеттерді сақтауға тырысатын болды. Мен саған барымды бергім келеді, бірақ мен оны жасай алмаймын деді ер адам бір кеште көзінде терең ой мен шаршау. Айару оның сөздеріне түсінді, бұл тек сезімнің емес, жауапкершіліктің де күресі. Оның жүрегі дереу дүрсілдеп, ішкі дауыс, қол созғым келеді, бірақ қорқыныш бар деді. Мен де сеземін деп сыбырлады Айару, бірақ біз бұл сезімді дұрыс бағытта ұстай алмай қалсақ, бәрі қиындайды. Екі жүрек те бір-біріне тартылады, бірақ ақыл мен мораль арасындағы ішкі шиеленіс олардың қадамдарын тежеп тұрды. Бұл тартыс тек сыртқы қысымға емес, өздерінің сезімдерін басқару қабілетіне қатысты еді. Айару ішінен ойлады. Егер мен жүрегіме толық берілсем, мен өзіме адал болмаймын. Ал егер шекараны сақтасам, мен өз сезімімді толық көрсете аламын ба? Сол түні олар бір-бірімен үнсіз жүріп, қолдарын бір сәт қана ұстап, бірақ қарым-қатынастың қауіпті сәтін саналы түрде шектеді. Эмоциялық шиеленіс тыныштыққа ауысып, бірақ ішкі тартыс сақталды. Бір-біріне деген сүйіспеншілік күшті, бірақ сыртқы факторлар мен моральдық шекаралар оны тұсаулап тұрды. Айару түсінді, шын сезім бұл тек эмоция емес, ол саналы таңдау мен шекараларды сыйлау арқылы сақталатын нәрсе. Күндер өтті, олардың кездесулері бұрынғыдай құмарлыққа толы, бірақ қазір әлдеқайда саналы болды. Айару енді тек сезімге ерік бермей, өз жүрегі мен ақылын үйлестіріп жүрді. Оның ішкі батылдығы шыңдалып, әр әрекеті саналы шешімге негізделді. Мен сені түсінемін деді Айару бір кеште, көзінде шынайы жылылық. Бізде қиындықтар көп, бірақ мен саған сенемін. Біз бірге бола алсақ та бір-бірімізді құрметтеу маңызды. Ер адам оның сөзін тыңдады, көзінде таңғалудан гөрі тыныштық пен жеңілдік бар сияқты. Бұл Айарудың ішкі сенімділігінің әсері еді. Енді ол сезіміне ғана емес, қарым-қатынастың моральдық жақтарына да батылдықпен жауап беретін болды. Ол түсінді, сүйіспеншілік тек құмарлық емес, сенім, батылдық және бір-бірін сыйлау қабілеті. Сол сенім арқылы Айару ер адамға ғана емес, өз сезімдеріне де толық сенім арта алды. Сол түні олар бірге отырып, ұзақ сөйлестілер. Айару оның ішкі күресін, шаршауын және сезімінің тереңдігін бағалады.
және бір нәрсені анық түсінді. Шын сүйіспеншілік, сеніммен бірге жүретін батылдық, ал бұл батылдық олардың қарым-қатынасын бұрынғыдан да бері кетті. Айару енді қорықпай білді. Жүрегін ашу, сезімін көрсету, бұл әлсіздік емес, керісінше ішкі күш пен батылдықтың белгісі. Оның сенімі мен сүйіспеншілігі тереңдеп, қарым-қатынастың жаңа деңгейіне көтерілді. Күндердің бірінде ер адам өз ойымен қатты шатасқан күйде Айаруға хабарласты. Оның дауысы әдеттегіден терең әрі ауыр шықты. Айару, мен өзімді ұстай алмай қалдым. Үйде бәрі менің жоқтығымды сезіп жатыр, деді ол. Балалар мен әйелім мені іздеп, мені түсінбейтіндей сезіледі. Айару ішінен терең дем алды. Ол түсінді, бұл тек үйдегі шиеленіс емес, ер адамның ішкі сезімдерінің күресі. Оның жүрегі мен ақылы бір-бірімен тартысып тұр, ал бұл тартыс Айаруға да әсер етті. Мен сені түсінемін, деді Айару тыныш, бірақ нақты. Бұл сенің сезіміңнің ауыртпалығы, бірақ сен оны жеңуге тырысасың. Мен саған қолдау көрсетемін, бірақ бәрін өзің шешуің керек. Ер адам үнсіз қалды. Айару оның тыныс алуын тыңдады. Әр демі ауыртпалық, әр сөзсіздік шешілмеген ішкі қақтығыс. Ол түсінді, ер адамның Айаруға деген сезімі шынайы, бірақ отбасылық міндеттер мен ішкі қысым оны тұсаулап тұр. Мен сені жақсы көремін. Бірақ менің барлығым шатасқан, деді ол ақырын. Сенің бар болуың мен үшін тыныштық, бірақ мен өзімді кінәлі сеземін. Айару оның сөздерін бағалады. Оның сезімін ғана емес, ішкі күресін де көре алды. Бұл Айаруға олардың қарым-қатынасының қауіптілігін түсінуге мүмкіндік берді. Сүйіспеншілік тек сезім емес, қарама-қайшылықтарды бірге көтеру қабілеті. Сол түні Айару түсінді, ер адамның ішкі сезімдері мен отбасылық күресі олардың қарым-қатынасына салмақ түсіреді. Бірақ бұл салмақ тек ауыртпалық емес, сенім, түсіну және эмоционалды байланыс арқылы жеңіле алады. Көп күндер бойы ішкі тартыс пен сыртқы қысым Айаруды сақтыққа үйреткен еді. Бірақ енді ол өз сезімін толық көрсетуге дайын болды. Оны ер адам да сезді. Сол түні олар қала бойымен кешкі серуенге шықты. Шамдар жарығы беттеріне жұмсақ сәуле төгіп тұрды. Мен саған айтқым келетін бір нәрсе бар, деді Айару көзі жарқырап. Мен сені сүйемін. Толықтай, мен қорықпаймын, енді өзімді шектемеймін. Ер адам оның сөзін тыңдап, үнсіз қалды. Көзінде таңданыс пен терең әсер бар еді. Айару оның қолын алды. Бұл бұрынғыдай қысқа емес, бірақ нәзік әрі саналы әрекет болды. Бұл сенің батылдығың, деді ер адам ақырын. Мен де саған шынайы сезімімді көрсеткім келеді. Айару ішінен жеңілдік сезді. Енді ол тек жүрегінің дауысын тыңдап қана қоймай, өз сезімін еркін көрсетудің қуатын сезінді. Қорқынышта, күмән де артта қалды. Сол кеште Айару түсінді, шынайы еркіндік бұл өз сезімін ашық көрсету, бірақ сол сезімге сенімді, саналы түрде рұқсат беру. Оның жүрегі мен ақылы үйлескен кезде ғана нағыз эмоционалды байланыс мүмкін болды. Бұл сәт олардың қарым-қатынасының жаңа деңгейін белгіледі. Енді Айару сезімін көрсету арқылы тек ер адамға емес, өзіне де адал болды. Екі жүрек бір-бірін сезіммен қабылдады, бірақ шекаралар мен моральдық тұрғысы сақталды. Келесі аптада олардың қарым-қатынасы бұрынғыдан да терең болса да, сыртқы қысым қайта сезіле бастады. Ер адам үйге оралғанда әйелінің күмәні мен балалардың назары оны қайтадан шектеді. Ол ішкі сезімдеріне берілгісі келсе де, отбасылық міндеттердің салмағы артта тұрды. Мен саған барғым келеді, деп сыбырлады ол Айаруға телефон арқылы. Бірақ үйдегі шиеленіс мені қайта ұстап отыр. Балалар мені іздейді, мен әрқашан олардың жанында болғым келеді. Айару оның даусының ауыртпалығын сезді. Бұл тек сыртқы қысым емес, ер адамның ішкі тартысы еді. Сүйіспеншілік пен жауапкершілік, құмарлық пен моральдық міндеттер бәрі бір мезетте соқтығысқан. Мен түсінемін, деді Айару тыныш, бірақ сенімді. Бұл сенің шешімің, мен тек саған сенемін. Бірақ өзіңді жоғалтпа. Біз сезімімізді бағалаймыз, бірақ шекараны сақтау керек. Ер адам үнсіз қалды. Оның ішкі сезімдері мен отбасылық міндеттері арасында күрес жүріп жатты. Бұл күрес олардың қарым-қатынасын тек эмоционалды емес, психологиялық сынаққа айналдырды. Сол түні Айару түсінді, сүйіспеншілік бұл тек сезім ғана емес, ішкі күресті көтеру және жауапкершілікті сезіну қабілеті. Ер адамның сүйіспеншілігі шынайы, бірақ отбасылық міндеттері оны шектеуде. Ал олардың қарым-қатынасы бұл шиеленіске қарсы тұруға мәжбүр.
Бұл сәт олардың қарым-қатынасының ең нәзік және қауіпті кезеңі болды. Сезім күшті, бірақ сыртқы және ішкі шектеулер бірдей ықпал етеді. Айару енді түсінді. Шын сүйіспеншілік, батылдық пен сенім арқылы ғана өмір сүреді, ал шекара мен жауапкершілік оны сақтайды. Апта бойы ішкі дауыс пен сыртқы қысым Аяруды торғалғандай болды. Оның жүрегі ер адамға тартылды, бірақ ақылы қоғам алдындағы қауіптілік пен моральдық жауапкершілікті ескертті. Сол түні Айару терең ойға батты. Мен өзіме адал болуым керек деді ол ішінен. Мен сезімге беріліп қана қоймай, жағдайдың салмағында түсінуім керек. Ол ер адамға хабарлама жазды. Біз үшін ең дұрыс шешім, қарым-қатынасты нақты әрі саналы түрде шектеу. Мен саған сезімімді толық мойындаймын, бірақ біз шекараны сақтауға тиіспіз. Бұл тек қорқыныш емес, біздің болашағымыз үшін саналы шешім. Хабарлама жіберілгенде Айару жеңілдік сезді. Бұл шешім оның саналы батылдығы еді. Ол жүрегін тек сезімге бермей, ақылмен үйлестірді. Сезім шынайы, бірақ шекара сақталған. Ер адам хабарламаны оқыған кезде үнсіз қалды. Сол үнсіздіктен кейін ол хабарлама арқылы: мен сені түсінемін және бағалаймын. Бұл сенің батылдығың, мен де шекарамызды сыйлаймын деп жауап берді. Сол сәтте Айару түсінді. Шынайы сүйіспеншілік – бұл тек құмарлық пен эмоция емес, сенімділік, жауапкершілік және шекара арқылы жүзеге асатын қарым-қатынас. Ол өз сезіміне адал болып, сонымен қатар жағдайды дұрыс бағалай білді. Бұл шешім олардың қарым-қатынасының ең маңызды кезеңі болды. Енді эмоциялар мен моральдық шекаралар үйлескен, ал ер адам мен Айару бір-біріне сенім мен сыйластық арқылы қарады. Айару өз шешімін қабылдағаннан кейін бірнеше күн бойы ішкі тыныштық сезінді. Енді оның жүрегі дүрсілдегенімен, дүрсілдеу қорқыныштан емес, сенімділікпен үйлесімнен еді. Ол бір әдеттегі кеште бір бөлмеде отырып, өзімен өзі сөйлесті. Мен сезімімді толық түсінемін. Мен сені сүйемін, бірақ мен өзімді де құрметтеймін. Бұл шекара мен үшін қорқыныш емес, керісінше сенім мен сүйіспеншіліктің белгісі. Айару енді түсінді. Шынайы сүйіспеншілік – бұл тек эмоция емес, сеніммен, жауапкершілікпен және шекарамен үйлескен сезім. Ол ер адамға деген сезімін толық қабылдағанымен, өз моральдық және эмоционалды шекарасында бағалады. Келесі кездесуде ол ер адамға қарап: мен өз сезімімді толық қабылдадым деді Айару, тынысы анық, сөзі шынайы. Бірақ біз өз шекарамызды сақтаймыз. Бұл мен үшін маңызды. Ер адам оның сөздерін тыңдап, көзінде тыныштық пен жеңілдік бар екенін сезді. Айаруның қабылдауы тек жеке ішкі жеңіс емес, олардың қарым-қатынасына эмоциялық тұрақтылық әкелді. Сол сәттен бастап Айару енді қорықпай, сезімін білдіріп, бірақ шекарасын бұзбауға дайын болды. Оның жүрегі мен ақылы үйлескенде ғана шынайы сүйіспеншілік мүмкін болатындығын толық түсінді. Бұл олардың қарым-қатынасының ең терең және шынайы эмоционалды кезеңі еді. Сезім мен шекара қатар өмір сүре алады, ал сенім мен батылдық оны сақтайды. Уақыт бәрін өз орнына қояды екен. Айару соны енді ғана түсінді. Ол бұрынғыдай асықпады, күтпеді, ішінен жанып тұрса да, өз өмірін тоқтатып қойған жоқ. Таңғы күнін өзімен, кешін тыныштықпен қарсы алуды үйренді. Ер адаммен арадағы байланыс өзгерді. Ол енді құпия емес, үмітке байланған емес, ауырда емес еді. Тыныш, адал шекарасы бар. Соңғы рет кездескенде олар ұзақ сөйледі. Айқайсыз, айыптаусыз, артық уәде жоқ. Мен сені өміріме себеп емес, сабақ ретінде алып келдім деді Айару жай ғана. Сен арқылы мен өзімді таныдым. Ер адам көзін төмен салды. Оның жүзінде өкініш те, алғыс та бар еді. Сен мені өзгерттің деді ол. Бірақ мен өз жолымды соңына дейін өтуім керек. Айару басын изеді. Ол бұл жауапты күткен. Және бұл жауапты қабылдауға дайын еді. Олар қоштасты. Драмасыз, жылаусыз, бірақ жүректе із қалды. Кейбір адамдар өмірге қалу үшін емес, ояту үшін келеді екен. Айару үйіне қайтып келе жатып, бір нәрсені анық сезді. Ол енді ешкімнің көлеңкесінде емес. Ешкімнің таңдауына байланбаған. Өз сезімін жоққа шығармаған, бірақ өз шекарасында сатпаған. Бұл махаббат бақытпен аяқталмады. Бірақ ол Айаруды бүтін етті. Ал кейде ең үлкен жеңіс біреумен қалу емес, өзіңмен қалу екен.
Осымен әңгімеміз тәмам. Әңгімені соңына дейін тыңдаған сізге рахмет. Арнама жазылуды ұмытпаңыз.